Сәлем достар. Бүгін сіздерге ерекше, табиғи және пайдалы тақырып дайындадым, ол итмұрын шайы. Бәлкім, кейбіріңіз оны іштеп көрдіңіз, ал кейбіріңіз жай ғана есіңізден білетін шығарсыз. Бірақ сіз итмұрынның нағыз қасиетін, емдік күшін және дәруменін қалай сақтау керек екенін білесіз бе? Көп адам оны жай ғана қайнатып іше салады, ал шындығында солай істегенде ең құнды дәрумені жойылып кетеді. Сондықтан бүгін мен сіздерге итмұрынды дұрыс жинау, дұрыс сақтау және дұрыс тұндыру тәсілін толық айтып берем. Бүгінгі бейнеміз жай ғана рецепт емес, бұл табиғат пен денсаулық туралы әңгіме. Олай болса, жылы шайымызды қасыңызға алып, жайғасайық. Итмұрын қазақ даласында ежелден белгілі өсімдік. Оны халқымыз тек шай үшін емес, ем үшін де пайдаланған. Ертеректе әжелеріміз күзде итмұрын теріп, кептіріп, қыс бойы сақтайтын. Суық тигенде, әлсірегенде немесе қан азайғанда міндетті түрде итмұрын шайын ішкізетін. Өйткені ол табиғи дәрі. Итмұрын раушангүл тұқымдасына жататын көп жылдық бұта. Биіктігі 1-2 метрге дейін өседі. Жапырақтары жасыл, ал жемісі ашық қызыл түсті. Жаздың соңына қарай пісіп, күзде толық жетіледі. Оның иісі жеңіл, ал дәмі қышқылтым, бірақ өте жағымды. Халық арасында итмұрынды жабайы раушан деп те атайды. Шынында да ол раушан гүлінің туысы, тек жабайы түрі. Дәл осы себептен оның құрамында табиғи майлар мен хош иіс бар. Енді оның құрамы мен пайдасына тоқталайық. Бір уыс итмұрынның құрамында С дәрумені лимоннан 10-15 есе көп. А дәрумені көздің көруін жақсартады. Е дәрумені тері мен шашқа пайдалы. Тобының дәрумендері жүйке жүйесін тыныштандырады. Темір, кальций, калий, магний, мыс, фосфор сияқты минералдар бар. Міне, сондықтан ол ағзаны жалпы нығайтады. Кейде адамдар шаршап, әлсіреп, көңілсіз жүргенде дәрі іздейді. Ал табиғи ем дәл қастарында итмұрын түрінде бар. Енді оның пайдасын нақтылап өтейік. Итмұрын шайы иммунитетті көтереді. Қыста тұмау мен суық тию жиі болады. Сол кезде күніне 2 кесе итмұрын шайын ішіп жүрсеңіз, ағзаңыз мықты болып, ауру сирек тиеді. Ол қан қысымын қалыпқа келтіреді, қан тамырларын тазартады. Жүректің жұмысын жақсартады. Асқазан мен бауырға пайдалы, әсіресе өттің дұрыс бөлінуіне әсер етеді. Көзге, теріге, шашқа және жалпы ағзаға жақсы әсер етеді. Бұрынғы заманда соғыс жылдарында дәрі тапшы кезде дәрігерлер жараланған сарбаздарға итмұрын тұнбасын берген. Өйткені ол қан тоқтатуға, жараның жазылуына және дене күшін қалпына келтіруге көмектеседі. Енді итмұрынды қашан жинаймыз деген сұраққа келейік. Итмұрын тамыз айының соңында және қыркүйек бойы піседі. Бұл кезде ол ашық қызыл түске енеді. Қатты немесе әлі жасыл жемістерді теруге болмайды, олар толық піспеген. Сондай-ақ тым қарая бастаған немесе қатып қалған жемістерде жарамайды. Жинауға ең жақсы уақыт таңертең шық кепкен мезгіл. Күн ысымаған кезде жеміс дәруменін жақсы сақтайды. Жиналған итмұрынды күнге емес, көлеңкелі, жел соғатын жерде кептіру керек. Кептірілген жемісті әйнек банкаға немесе кенеп қапқа салып, қараңғы, құрғақ жерде сақтаңыз. Дұрыс сақталған итмұрынның иісі жеңіл, ал түсі қызғылт қоңыр болады. Келесі маңызды бөлігі итмұрын шайын дұрыс дайындау. Көпшілік оны суға салып қайнатып жібереді. Бірақ бұл кезде оның басты құндылығы С дәрумені жойылады. Сондықтан ең дұрыс тәсіл қайнатпау, тек тұндыру. Жасалу жолы қарапайым. Жуып, тілімделген 10-15 итмұрынды термосқа салыңыз. Үстіне 500 мың шамасында 80 су құйыңыз. Суы қайнап тұрмасын. Қақпағын жауып, 6-8 сағатқа қалдырыңыз. Түнге қалдырсаңыз, таңертең тамаша шай дайын болады. Оны сүзіп, жылы күйінде ішіңіз. Қаласаңыз, бал немесе лимон қосыңыз. Бірақ балды тек жылы шайға қосыңыз, ыстық шайға емес, өйткені балдың дәрумендері жоғалып кетеді. Ал егер сізге тез дайын нұсқасы керек болса, итмұрынды байы отта 10 минуттай қайнатып, сосын 10 минут тұндырып қоюға болады. Бұл нұсқада дәмі қою, түсі қанық болады. Кей адамдар итмұрын шайын басқа шөптермен араластырып ішеді. Мысалы, жалбыз, жөке, балқарағай бүршігі, немесе лимон тілімдерімен. Бұл дәмінде пайдасын да арттырады. Итмұрын шайын ішу тәсілі де маңызды.
Күніне 1-2 рет ішу жеткілікті. Таңертең аш қарынға 1 кесе, кешке ұйықтар алдында тағы 1 кесе ішсеңіз. Ағзаңыз жақсы сергіп, ұйқыңыз да жақсарады. Адамның бойына жеңіл жылумен күш береді. Бірақ бәрі мөлшермен болу керек. Көп ішкен жағдайда асқазан қышқылы көбейіп кетуі мүмкін. Сондықтан күніне 2 реттен асырмаған жөн. Енді итмұрынның басқа қолдану жолдары туралы айтайық. Итмұрыннан тек шай емес, тосап, жем, сироп, тіпті компот жасауға болады. Бір қызығы, итмұрын тосабы да дәруменге бай. Оны нанмен жеуге немесе тәттіге қосуға болады. Кей адамдар итмұрын тұнбасын тері күтіміне пайдаланады. Мысалы, тұнбаны мұз етіп қатырып, беттің терісін таңертең сол мұзбен сүртсе, тері сергіп қызғылт реңк алады. Бұл табиғи косметика, ешқандай химиясыз. Итмұрын жайлы тағы бір қызық дерек, оны ежелгі емшілер жүрек шөбі деп атаған. Өйткені ол жүрек жұмысын жақсартып, қан айналымды реттейді. Сондай-ақ итмұрыннан жасалған майлар жараның тез жазылуына көмектеседі. Бүгінде де фармацевтикада итмұрын майы косметика мен дәріге қолданылады. Кейде адамдар итмұрын бәріне пайдалы ма деп сұрайды. Негізінен иә, бірақ егер асқазан жарасы, өт тасы немесе гастрит болса, шамадан көп ішуге болмайды. Сондықтан ондай жағдайларда дәрігермен кеңескен дұрыс. Ал енді бір сәтке көз алдыңызға елестетіңіз. Қыстың суық күні, далада қар жауып тұр. Ал сіз үйде отырсыз, алдыңызда буы бұрқыраған қызыл түсті итмұрын шайы. Оның иісі табиғи, дәмі жұмсақ, ал әсері керемет жылулық пен тыныштық. Бұл жай шай емес, табиғаттың шипасы. Итмұрын шайы адамды тек денсаулық жағынан ғана емес, рухани жағынан да тыныштандырады. Әжелеріміз айтатын, итмұрын ішсең ішің жылы, көңілің тыныш болады деп. Сол рас сөз. Қорытындылай келе, итмұрын қазақ даласының қазынасы. Ол дәрумен, ем, қуат, әрі табиғи шипа. Оны дұрыс уақытта жинап, дұрыс дайындап ішсеңіз, ауру сырқаудан алыс болып, өзіңізді сергек сезінесіз. Достар, егер бұл бейне сізге пайдалы болса, лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода тағы да табиғи өнімдер, шөп шайлар мен халық емі туралы пайдалы кеңестермен бөлісемін. Дендеріңіз сау, өмірлеріңіз шипалы болсын.